Сәлем достар, менің есімім Анель, бұл сыр білім парақшасы. Көбісі біледі, мен тек қана сексолог емеспін, мен әйелдерге арналған курстарды, тренингтерді өткіземін. Бұл жыныс денсаулықты қалпына келтіру, көбінесе босанғаннан соң өз қалпына келтіру, жыныс денсаулықты қалпына келтіру, және де көптеген мәселелерді шешу үшін арнайы бір программа. Әйелдер болса, маған міндетті түрде жазып, осындай ақпарат алуға болады. Осы курстарда мен не өткіземін, және де осыған орай маған көбі сондай сұрақ келген, және де бүгін осы видеоның тақырыбы жыныстық қатынас позалары. Негізінен позаларды мен әйелдерге үйретемін. Бұл кішкене реклама болып қалсын. Және де мына жерде қандай мәселе көбісі сұрайды. Әйелге ұнайтын позалар қандай? Көбісі еркектер сұрайды соны. То есть позициялардың, жыныстық қатынас позалардың түрлері көп. Сіз Камасутраны білетін шығарсыз, білмесеңіз міндетті түрде кітап дүкеніне барып, осындай түрлері өте көп, осындай бір кітапты алғаныңыз дұрыс, менің пікірім. Кішкене де қарап, сатып алмасаңыз да, просто хотя олар жабық болады. Көбінесе 18+ кітаптар жабық болады, запечатанный. В общем, кішкене қарастырғаны жөн, әйелдерге де, еркектерге де, кішкене ақпарат алып, кішкене түрлерін білу үшін. Біздің қоғамда емес енді, былай айтайын, көбінесе жыныстық қатынастың ең көп кездесетін позасы бұл жатып. Тек қана жатып, кейбір адамдарға бұл ұнайды, кейбір адамдарға бұл уже қызық емес болып кетеді. Сол кезде әрине басқа бір жаңа позаларды қосу керек. Әйелдерге қайсысы ұнайды дегенде бір жауап болмайды. Себебі әр әйелді алсақ, әр әйелде өзінің жақсы ұнайтын позасы болады. Кейбір әйелдер оргазмда алған кезде олар тек жатып ала алады. Кейбір әйелдер тек қана үстінен отырғанда алады. Кейбір әйелдер тұрып, кейбір әйелдер былайынан жатып, етбетінен жатып. Айта алмаймыз. Қайсы ұнайды, қайсы ең топовый поза деп айта алмаймыз. Кейбір әйелдерде бір поза мүмкін ауырсыну болады, басқа бір әйелде осы поза керісінше ләззат алатын позасы болады. Сол жерде сізге сексолог ретінде, тренер ретінде айтатын кеңесім ең алдымен бұл көру керек түрлі позицияларды. Түрлі позицияларды көру керек. Егер де сіз тек 1-2 поза болса, түрлендіріңіз. Мысал ретінде, жатып болса, жатыптың түрі бар. Мен оны көп тереңдетіп тренингтерде айтамын. Әйел адам аяқтармен әртүрлі позиция өзгертіп, түрлі заттарды қосасыз ба, подушка, жастық қосасыз ба, тұрасыз ба, бір жерде отырасыз ба, үстел, не знаю, в общем, фантазия көп. Сол үшін әрине сіз былай ойлағанша қандай поза бар екен дегенше кітапты алып, кітап болмаса интернетте қазір өте көп позициялар, жыныстық қатынас позалар орысша жазсаңыз, шығат түрлері. Соны қарастырып екі ара қараңыз, давай осыны көрейік, давай осыны көрейік. И өзіңіз бір позаларды иә деп келісесіз и қарайсыз. Осы поза ұнаса, все классно, ұнамаса басқа біреуін қарайсыз. И так постоянно күнделікті енді сіздің жыныстық қатынасыңыз қаншалықты жиі, соған қарап, таңдап қарайсыз. Енді менің жеке тәжірибемде, былай айтайық, әйелдерде қарайды ғой. Еркектерге көбісі әйел үстінде отырғанда ұнатады. Мына жерде айтатым, әйелдерге де сол ұнатады, себебі көптеген әйелдер именно үстінен отырғанда ләззат алады. Себебі өздері жақсы сезеді, өзі толығымен өздері бәрін жасайды. Әрине өзіне қалай ұнайды, солшалықты өзін ләззатқа, оргазмға әкеледі. Ең басты проблема енді үстіне отырғанда, это әрине шаршау. Әйел адам шаршап қалады, аяғы ауырып кетеді. Мына жерде айтатыным, бұл фитнес ретінде, бұны әрине аяқты, как называется,
надо качать дейді ғой. Ну, то есть аяқты күшейту керек, да? Аяқты күшейту керек, бұл өте маңызды. Жыныстық қатынас кезінде әйелдердің аяғы тары да, вообще целом әйелдердің ғана емес, еркектерде өте мықты болу керек, да? Денсаулығы мықты болу керек. Все. Егер де басқа қалалар, мен өзім Алматыда боламын, егер де қыздар, әйелдер, да, басқа қаладан болсаңыз, арнайы мастер-класс та болады, онлайн түрде мен бәрін өткіземін, көрсетемін. И фитнес ретінде бәріміз жұмыс жасаймыз, да. Это вот прям фитнес ретінде, как би-фитнес, сондай сияқты. Тағы не? Арнайы позаларда, арнайы точкалар бар әйелдерде. Оны еркектер примерно өздері жыныстық қатынас кезінде әйелден сұрау керек. Саған осылай приятно ма? Өзіңіз білетін шығарсыз, точка G дейді, да, мен оны сквирт дегенде видеода айтқанмын, мына жерге ссылкасын қойып қояйын. Сол жерде алдыңғы жақпен жүргенде әйелге өте сезімталдығы өте жоғары. Сіз өзіңіз арнайы позицияларды қарастырыңыз, чтобы сіздің мүшеңіз әйел адамның алдыңғы жағынан өтсін. Бұл да өте сезімталдығы жоғары. Бұны өзіңіз қарастырасыз. Себебі әр адамда мүшесі түрлі, ұзындығы, әйелдерде, еркектерде де, ені дегендей, да. Сондай факторларға қарау керек. Және де позицияның бойыңызға, екеуіңіз бойыңыз қандай, сондай факторларды қарастырып көру керек. Ладно? Мына жерде тізімдеп мен айтпай қояйын, мен айттым енді общий, да, қазір айтайын. Ең бастысы әйелдерге әрине үстінен отырып қарастыру керек. Бұл өте жақсы, өз-өзіне ләззат бөлісу позасы. Еркектерге айтатыным, әйелдің түрлі позаларды қарастырып сұрауыңыз керексіз. Осылай саған қалай, осылай былайынан қарап, өзіңізден кішкене действияда сұрастырып амал жасауыңыз керексіз әйел адамға. Мүмкін кейбір кезде әйелдер қалай айтады, қысылады, да, айта алмайды. Сол кезде көп әйелдер айтып, маған бұлай керек деп айта алмайды. Сол үшін сіз ашығынан сұраңыз. Ладно, это ең біріншісі. Екіншісі, тоже түрлі позаларды айтып, көріңіз, давай осылай қарайық деп, да. Үшіншісі, бұл қандай позалардың именно сіздің дене бітіміңізге қарай, әйеліңіздің дене бітіміңізге қарай, қандай поза алдыңғы жақпен сізге ыңғайлы болады, соны істеп қараңыз, және де әйеліңізден міндетті түрде сұраңыз. Осылай саған қалай екен, жақсы ма, ұнаватыр ма деп. Осылай әйелге ұнататын позаны табу керек. Табуға болады. Вроде все, да? Позалардың түрлерін енді мастер-класс сияқты мен әрине мына жерде айта алмаймын, бірақ өте как айтады, точечный, да, ең керекті ақпаратты мен сізге бердім, оны енді тек қана қарау керек. Сұрақтар болса, бірдеме түсініксіз болса, міндетті түрде комментарий астына пікір қалдырыңыз, мен оқимын. Қызық комментарий болса, оған бөлек видео шығарамын. Осы видео сізге пайдалы болса, лайк басып, мен каналыма тіркеліңіз, Instagram парақшама да тіркеліп, сол жерде көптеген пайдалы ақпаратпен мен күнделікті бөлісемін. Рахмет, сау болыңыз.